Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз математика сабағы. Математика сабағында балалар нелерді үйренеміз? Кім айтады? Сандарды үйренеміз тағы? Есептерді үйренеміз тағы? Үйшіктерге орналастыруды үйренеміз тағы? Кім айтады? Жазуды үйренеміз. Қосуды үйренеміз. Азайтуды үйренеміз. Санауды үйренеміз. Керемет. Балалар саяхатқа барғыларыңыз келеді ма? Ендеше барлығымыз көзімізді жұмамыз, орманға саяхатқа шығамыз. Барлығымыз көзімізді жұмамыз. Ал кеттік. Көзімізді ашамыз. Балалар тақтаға назар аударамыз. Біз орманға саяхатқа келдік. Орманда нелерді көрдік? Бұлар нелер? Жануарлар. Қандай жануарлар? Дүниетауыдан өттік, жабайы жануарлар. Не үшін бұларды жабайы жануар дейміз? Өйткені даланы тамақ істейді. Жақсы. Балалар, сондықтан да бүгінгі сабағымыз ерекше болмақ, ерекше болмақ. Сондықтан да біз өткен сабақтарды қайталап, содан соң жаңа сабаққа көшеміз. Енді балалар, жоғарыдағы кімді көріп тұрсыздар? Бұл білгір үкі деп аталады. Білгір үкі екен. Білгір үкі кімге көмектеспекші? Аюға көмектеспекші. Себебі аю өзінің үйін таба алмай жүр. Ол енді ал бірақ оған арыстан менен түлкі көмектескісі келген, көмектесе алмаған. Енді осы үйін табуға дейін білгір түлкінің бізге тапсырмалары бар екен. Ал енді тапсырмаларына көңіл бөлейік. Тақтаға назар аударамыз. Бірінші тапсырма: 7-ге дейінгі сандарды тура және кері санаңыздар. Көмектесеміз ба? Егер көмектессек біз бірінші алға қарай жол табуына көмегіміз тиеді екен. Ендеше тақтаға назар аударамыз. Біздің балалар тақтада нелерді көріп тұрсыздар? Сандарды көріп тұрсыздар. Қандай әдемі шарлар, балалар? Ендеше біргелікте 7-ге дейін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ал енді 7-ден бұлай солға қарай, кері қарай санайды екен. 7, 6, 5, 4, 3. Бірлесіп жұмыс жасауымыз керек. Екінші, бір-біріміздің пікірін тыңдауымыз керек. Үшінші, уақытпен санасу керек. Төртінші, белсенді қатысып отыруымыз керек. Және ынтымақтастық, тыныштықты сақтау керек. Балалар, тыныштықты сақтау керек пе екен? Жақсы. Ендеше сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Маған қазір әр топтан бір-бір оқушы келеді. Даладағы шапырақтарды балалар, сіздерге бір сұрақ беріп өтейінші. Не үшін шапырақтар жап-жасыл болады? Кім айтады? Не үшін? Қауса? Өйткені жазда қалған жапырақтар солай қалады. Жазда қалған, себебі балалар, бұл деген барлықтарыңызға жаңалық. Қараңыздар, бұл жаздың күні жап-жасыл болуының себебі жаздың күні күн сәулесі жақсы түсетін жапырақтар, жапырақта хлорофилл көп болады екен. Сондықтан жапырақтар жап-жасыл болады екен. Ал күзде мына жапырақтарымызға күн бір түспейді екен. Сондықтан да жапырақтарымыз не істейді, хлорофиллдері азайып кетеді екен. Сондықтан жапырақтарымыз сарғайып түсе бастайды екен. Түсіндік пе балалар? Жақсы жаңалықпен таныстық. Ендеше ал сұрақтары көрші сандарды атаңыз. Қараймыз. 8 санның көршілері қандай сандар? 9 саны, 7 мен 9. Дұрыс, сіздерше? Дұрыс. 10-ның көршісі 11 дейді, дұрыс па? Жақсы. Дұрыс. Қол соғамыз, кәне.
aldınız mı? Bravo, bravo. Bakalım. Evet. Birinin yeki üç bulan. Yekinin koşusu. Yekinin koşusu birinin üç. Dürüst babalar. Ya. Kiresi. Onu koşusu onu bir çok. Dürüst ba? Dürüst tamaşa. Oturağımız yaprakları koyalım. Biz o günün bilgi okumak tavsırmasını orunladık ba? Orunladık. Şimdi siz şabağı okuşlarga keliptir. Okuşlarga şu kuşla tarafı çevireyim. Geliniz. Daha tavsırmanı orunladık okuşlarga. Әді тыныш отыр бұл оқушылар. Жақсы. Дұрыс айтты, иә балалар? Енді әрі қарай жалғастырамыз балалар. Ормандағы саяхатымыз ұнады ма балалар? Ендеше сіздерге жұмбақ жасырайын. Тағы тыңдайыз. Тыңдайықшы. 8 аяқ, 8 қол. Жібектен торт оқиды. Өз ісінің шебері сырын білген оқиды. Дұрыстап тыңдаймыз. 8 аяқ, 8 қол. Аяқтары 8 екен, қолдары 8 екен. Жібектен торт оқиды. Өз ісінің шебері сырын білген оқиды. Торт оқиды ма? 8 аяқ? 9 аяқ. Торт оқиды. Қайсы торт оқып жүреді ғой? Келіңіз. Тамаша. Өрмекші ғой торт оқиды. Жақсы. Балалар бұл жерде қандай сандар айтылыпты? 8. Өте жақсы. Тамаша. Келіңіз. 8 сан айтылыпты. Яғни 8 саны деген сөз бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз 8 санның құрамын табу. Сіздер 8 санның цифрын өткен болатынбыз балалар. Қалай табу керексіңіз? Бірақ та біз құрамын айтқан жоқпыз балалар. Өте жақсы. Ендеше балалар тақтаға назар аударамыз. Жаңа кім айтты? 8 аяқ. 8 аяқ. Енді қараңыздар. Тағы да нені айтуға болады 8 санны? Өрмекші. Мынау 8 аяқ, мынау көңіл күйлеріңіз қалай балалар? Жақсы. Ендеше дәптерімізге емес, оқулықты ашамыз. Оқулық кітабымызды ашамыз. Нешеу? 5. Демек құрамына қалай жазамыз? Жасыл түсті. 5. Яғни 8-дің құрамындағы сандар 8 бенен 3 бенен балалар. Жақсы. Тағы не қалып қойды осы жерден? Барлығын айтып шықтық па? Тамаша. Енді естеріңізде сақтаңыздар балалар. Демек 8-дің құрамы біргелікті айтамыз. Формен 1 менен 7, 2 менен 6, 3 менен 5, 4 менен 4 қосындыларына не екен балалар? 7 екен. Жақсы. Ендеше тақтаға назар аударамыз. Үлкен шеңбер жасаймыз. Ал енді бастайық. Қолыңды алға соз, қолыңды артқа тар, қолыңды алға созда, сілкір ал. Бұл көңіліңде шыр айналып, қанелге билейік. Қолыңды алға соз, қолыңды артқа тар, қолыңды алға созда, сілкір ал. Бұл көңіліңде Torah
Basındı alga, basındı alga, basındı alga, iyiden şayka, bu kırmızı el oynayın. Büksünde alga sözde, sonunda da bu kırmızı şartlanayın. Taniye girmeyeyim, ortadan şimdi bir dur, ortadan geçina odası. Bu kırmızı bilin bolu, bazımızda iyiye. Tamam, aşağı oturalım. Tamam, aşağı kim alalım? Yanılır. Cimiz, tiru, oyunu. Hazır balalar kız mezgili, ayak. Kız mezgili balalar. Kızda bарлық диқандар өзінің жемістерін жинап алып жатты, балалар. Қазір мынау күздегі жемістерді, балалар, осы оқушылар таңдап, сұрақтарға жауап береді. Дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс па? Дұрыс қой, 5-тен 1-ді азайтса 4 болады дейді. Дұрыс па? Сіздікі? Екі. Екіден 2-ні азайтамыз. Неше болады? 0 болады. Жарайсыңдар. Ал енді жемістеріңізді қойыңыздар мына жерге. Қойыңыздар жемістеріңізді. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, тынышталып аламыз. Барлықтарыңызды жұмсайықшы енді. Ақылды бол, қазір шу ұша беремін. Әне? Тыныш. Дайынсыз ба? Келіңіз. Аха, мына жерге бол. Сіздің неше штоп жазып қойыңыз, неше штоп? Дұрыс. Болдыз ба, былай қарап тұрыңыздар. Балаларды тексеріңіздер. Сіздерге көрініп тұр ма? Келіңіз, қатар болыңыз. Көрініп тұр ма? Қазір мен айтамын. Екі менен неше болады? Екі менен 4 болады. Нөлмен? Енді болған болсақ, кәне барлықтарымыз қараймыз, балалар. Тапсырмаларды орындап болды. Енді тақтаға назар аударамыз. Мынау кімнің тапсырмасы? 3-дің құрамындағы сандар. 3 пен 0, 2 мен 1, 1 мен 2 дейді. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі 2 мен 2, 3 пен 1, 0 мен 3, 2 мен 2 дейді. Дұрыс па? Дұрыс. 1 мен 5, 4 пен 1, 2 мен 3, 1 мен 4-дің қосындысы, 3 пен 2-ның қосындысы. Дұрыс. Сіздікі 5 пен 2, 5 пен 5, 7 мен 0, 1 мен 6, 3 пен 4. Дұрыс. Келесі. Каусардікін қарайықшы балалар. 5 пен 1-дің қосындысы, 5 пен 1-дің, 1 мен 5, 3 пен 3, 4 пен 2, 0 мен 6, 5 пен 1. Дұрыс. Барлық оқушылар дұрыс. Келіңіздер мұнда. Барлық оқушылар дұрыс орындады. Яғни бұл оқушыларға жұлдызша беремін.